Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. 24 сәуірге арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет синоптиктері 24 сәуір сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады. Бүгін Қазақстан территориясының басым бөлігіне оңтүстік циклон және сонымен байланысты атмосфералық фронттар әсер етеді. Сондықтан найзағай жарқылдап жаңбыр жауады. Оңтүстік шығыста бұршақ жауады. Республика бойынша жел күшейеді. Оңтүстік батыста және оңтүстік шығыста шаңды дауыл соғады. Тек еліміздің солтүстік шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Қызылорда облысының орталығында, шығысында және Қызылорда қаласында, Маңғыстау облысының солтүстік шығысында жоғары өрт қаупі бар. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.